Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз киім, сән, талғам бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы киім түрлері және талғам. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, жарнама құрастырып жазу. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Киімнің қандай түрлерін білесіңдер? Киім түрлеріне қатысты қанша сөз білесіңдер? Қазақ халқының киім киюдегі талғамы неден көрінеді? Ең бастысы талғам сөзді түсіндіріп өтейін. Талғам бәрінен бұрын адам өзіне өзі шек қоя білуі, нені, қайда, қашан қою керек екен, өзінің сырт келбетіне көз қарасы, өзін өзі ұстай білуі. Киім утилитарлық және эстетикалық қызметтерді атқаруға, адам денесін сыртқы әсерден қорғауға арналған бұйым, бұйымдардың жиынтығы. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсатқа қызмет ететін маңызы бар. Киім белгілі бір дәрежеде адамдардың жас айырмашылығын, әлеуметтік ерекшеліктері мен этникалық ортасын танытады. Ұлттық талғамдар мен дәстүрлер әсіресе киімге тағылатын зергерлік бұйымдардан айқын сезіледі. Киімнің шығуы адам еңбегінің ерекшеліктеріне, қоғамдық өндіріс пен мәдениеттің дамуына тығыз байланысты. Қазақтардың ұлттық киімі халқымыздың негізгі кәсіби мал шаруашылығына байланысты көшіп-қонып жүруіне ыңғайлы етіп тігілген. Оларға аяз бен боранға, ыстыққа төтеп беретін киім қажет болды. Сондықтан да қазақтар киімді иленген мал терісінен, жұқа киізден, түйін жүннен тікті. Бертін келе матаға жүн, жібек, мақта маталарын ала бастады. Ал 18 ғасырдан бастап орыстың фабрикалық арзан маталарын айырбасқа ала бастады. Бұл ұлттық киім түрінің көбеюіне мүмкіндік жасады. Қазір киімдердің мынадай түрлері бар. Бірінші, ерекше маталарды қажет ететін өндірістік арнайы киімдер. Жұмысқа, қыдыруға, саяжай мен курорттарға киетін киімдер. Үшіншісі, әскери адамдардың, темір жолшылардың, тағы басқа адамдардың киімдері. Және соңғысы спорттық киімдер. Енді балалар тапсырманы орындап көрейік. Суретке назар аударыңыздар. Тапсырма. Суретке қарап, бозбала мен бойжеткеннің киімдерін жарнамалаңдар. Жарнама мәтінінде суреттеу болсын. Енді балалар сабақты қорытындылайық. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Мәтін бойынша сұраққа жауап беріңдер. Қазақ шәй көзді, көңілді тойғызумен ерекше. Айсұлу ақ сүлгіге аз кем орап, бұқтырып алған шайды кесеге құюға қам жасады. Адамның адамға деген қызметі қымбат. Кісінің кісіге деген ықыласы ерекше. Айсұлудың сұлулығы қимылында болып шықты. Шырағым, қылықты қызметіне ризамын, талабың жансын. Перзентті бол, деп елбасы ризалық сезімін білдіріп, алғыс айтты. Ислам ака қалыспай, ой жосығын жасауға асықты. Дастархан басынан тұра салып, есік сыртында тұрған көмекшісін шақырды. Қол сөмкесін ашқызды. Ішінен лағыл түсті жібек орамал шашылды. Бір шетінен шымши ұстап көтерген Ислам ака. Мынау қалыңдыққа арнап тоқылған хиуа жібегі. Хиуаның жібек орамалы деп құлашын кен жайған кезде біраз жерді алып кеткен лағыл орамалды кел қарағым деп жақын келген келіншектің иығына жапты. Сұрақтар.
Автор әңгімені бастамас бұрын қандай сөйлеммен оқырман назарын аударды? Әңгіме әрі қарай қалай өрбиді? Негізгі бөлімде қандай оқиғалар орын алды? Әңгіменің аяғы немен бітті? Айсұлу сыйлыққа алған лағыл түсті жібек орамал Ислам Акан биік талғамын көрсете ме? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.